Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Ақнұр ананас салатының рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлық заттарды алдын ала осылай дайындап алдым. Тауықтың төс етін және де жұмыртқаны асып пісіріп алдым. Ең алдымен тауықтың төс етін кесіп аламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша кессеңіз болады. Және де жұмыртқаны 4 бұрыштылап немесе 3 бұрыштылап. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Кез келген қонағыңыздың көңілінен шығатын салат. Салатымызға ерекше дәм беру үшін мен сыр қосатын боламын. Сырды ұнататын жандар үшін, егер де сіз жақсы көрмейтін болсаңыз, қоспасаңыз да болады. Одан кейін осындай банкідегі жүгеріні және де ананасты өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Бірден барлығын салсаңыз да немесе азыдан салсаңыз да. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз және де майонез қосамыз. Өте дәмді әрі тойымды салат болады. Ананас салатын пачуба ретінде жасасаңыз да болады. Бірақ маған осылай жасау жолы өте оңай әрі уақытымды үнемдейді. Және де сыртын осылай грек жаңғағымен сәндесеңіздер де немесе бетіне кішкене укроп салып сәндесеңіздер де болады. Баршаңызға рахмет, ас болсын.